отношение ғой енді ол Диана екеуміздің отношениеміз да. И всегда үшінші бір адам біздің арамызда не болып жатқанын біледі да, и маған кешке қарай хабарласып, не болып қалды, осылай деген сияқты әңгімелер айтты. Но мен ешкімге айтпаймын да, неге Диана сен біздің отношениені біреуге айтасың? Сен Бекзатты айтып отқаныңды түсініп отырмын. Неге сен осы наразылықтың бәрін Бекзатқа айтпай, қазір маған айтып отқаныңды мен түсініп отқан жоқпын. Себебі осы наразылықтың барлығын өзің досың айтсаң, себебі ол мен досыма не деп айтам, допускать етіп отқан бұл жерде сен, Бекзат емес, Бекзат сенің аузынан шығарып алып отқан жоқ оны. Допускать еткенде сен саған Айдай ханым, мынау қазір нормально сөйлемесе мен орныма отыра берейінші болды. Сабырмен шешейікші өтініш. Енді мен айтып отырмын, мен нормально. Мен нормально сөйлеп отырмын. Біз енді бүткіл фото видеомызды әлеуметтік желіден өшіріп тастағаннан кейін Бекзат жазды маған, тыныштық па, не болды сендерде деген сияқты. Одан кейін сосын жазды. Сосын айттым, осындай бір мәселе болып қалды. Осындай шығып кетті деп айттым. Одан кейін тұрды айтты, я білем, Шыңғыста қызба мінезді, сен де қырсықсың деген сияқты. Сондай ақ айтты. Бірақ екеуіңді мен жамандыққа қимаймын. Ойланыңдар қайтадан, тағы да ойланыңдар, ара қатынас сендердікі болатын сендерсіңдер. Сол себепті қайтадан керісінше жалғастырып көргендерің дұрыс деп айтқан болады. Демек сендерді қолдап сұраған болатын. Мен енді Дианаға деген ойым, ниетім түзу да. Но Диана 2 маусым отырды да, 2 маусымның отқан таныстықтар болды ғой, жұп болған кездер. Но маған соны айтқан кезде андай болды да, мен олармен эфир үшін жүрген деген сияқты сөз болды да. И мен вот соны қазір сен менімен эфир үшін жүрдің ба или қалай, соны конкретно айтшы осы жерде. Егер де сені мен эфир үшін жүретін болса, менің ең бірінші ойым контент болатын еді. Біріншіден, ең бірінші ойым Инстаграмға видео түсіру болатын еді.